Сәлем құрметті оқушылар, бүгін біз бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептермен танысатын боламыз және соларға сәйкес есептер шығаратын боламыз. Негізгі күнделікті тұрмыста екі немесе бірнеше жұмысшы бірлесіп бір тапсырманы орындайтын жағдайлар жиі кездеседі. Мысалы, шебер мен шәкірті бірлесіп бір тапсырманы орындайды, немесе құрылысшылардың екі бригадасы бірлесіп бір үй салады. Сол сияқты екі немесе үш құбырдан қатар аққан сумен havuz толады. Сол сияқты тағы басқа мысалдар көп болған. Бір-біріне қарсы қозғалған екі дененің қозғалысы және өзендегі катердің ағыспен, теплоходтың ағыспен қозғалыстары да бірлесіп орындалатын жұмыстарға жатады. Сол сияқты есептерді біз бүгін танысамыз, яғни бірлесіп орындалатын есептер қалай шығарылады. Оларда бір кішкене ерекшелік бар, сол ерекшеліктердің қандай ерекшеліктер және қандай ол жерде ережелері бар, соларға сәйкес есептейміз. Ал енді қарастырайық. Бірінші есеп былай берілсін. Шарты былай. Цистернаны бензинмен бірінші насос. Яғни цистерна деген білеміз ғой. Ыдыс, үлкен бір ыдыс деп қарастырайық. Үлкен бір цистернаны бензинмен бірінші насос, яғни бірінші насос. Міне бірінші насос 24 минут ішінде толтырады екен. 24 минутта. Жалғыз өзі толтырса 24 минутта толтырады екен. Екіншісі, яғни екінші насос. Бірінші насос 24 минутта толтырады. Екінші насос жалғыз өзі толтыратын болса 40 минутта толтырады екен. 40 минутта. Екі насоста қатар аққан бензинмен цистерна қанша уақытта толады? Яғни екеуі бірігіп толтырса қанша уақытта толады дейді. Біреу 24 минутта, біреу 40 минутта. Яғни бірінші насоста 24 минутта толады, жалғыз өзі толтыратын болса, екінші насос жалғыз өзі толтырса 40 минутта толтырады. Енді ойлап қараңдаршы, осы есепті қалай шығаруға болады? Сол кезге дейін болған білімдерімізбен. Әрине бұл жерде ойланып тұрып қалатын жағдаяттар бар. Ол үшін бір кішкене жаңалық бар бүгін танысатын. Яғни біз цистернаның сыйымдылығын, яғни цистерна дегеніміз мына сияқты бір үлкен ыдыс көрген болсаңдар, машиналардың артында тіркеп алып жүреді оны, бензин немесе газ құятын құбырларда тұрады ол, заправкаларда. Сол сияқты мынау сияқты бір үлкен ішінде мысалы 3 тонна болуы мүмкін, 3 тонна су кететін болуы мүмкін. Сол сияқты да немесе бір 500 литр су кетеді дейтіндей, немесе 200 литр бензин кетеді дегендей бір өлшемдегі сыйымдылығы бар бір зат бұл. Сол затты толығымен, яғни мына тұрған тұрысымен, яғни мына тұрысын біз бір бүтін деп аламыз. Бір цистерна деп аламыз. Яғни бір қап уын, бір ыдыс су дегендей, бір бокалашка су дегендей өлшейтін едік қой, бір, екі дана деп. Сол сияқты мына цистернаны бір дана деп қарастырамыз. Яғни толығымен бұның сыйымдылығын бір деп аламыз. Цистернаның сыйымдылығы бір бүтін деп қарастырамыз. Түсінікті ғой, сендерге? Цистернаның сыйымдылығы бір деп алынады. Міне, цистернаның сыйымдылығы бір. Яғни ол 200-400 литр болуы мүмкін, білмейміз. Соны біз бір деп аламыз. Себебі екеуі де сол бірдей сыйымдылықты толтырып жатыр. Енді қараңдар, бірді, яғни бір цистернаның сыйымдылығы бір деп алсақ, бірді уақытқа бөлетін болсақ, уақытқа бөлсек, оның бірді уақытқа бөлетін болсақ, күші шығады. Яғни 1 минутта қанша цистернаны қанша толтырады, сол шамасы келіп шығады. Яғни 1 бөлінген 24 десек, мынау 1 минутта, яғни минутта берілген ғой. 24-ке бөлсек 1 минутта шығады. Бірді 24-ке бөлеміз. Бір дегеніміз бұл цистернаның сыйымдылығы деп қарастырамыз. Кез келген жұмысты бір деп ала бересіңдер. Сондай бір ереже қалыптасқан, яғни егер бірлесіп жұмыс істейді дейтін болсақ, жұмысты біз бір бүтін деп қарастырамыз. Бұл оның қазір соң жағында айтамын, қалай болатын. Бұл бірден кейін құтылып кетеміз. Яғни бірді жаңағы бірінші насостың орындайтын уақытыға бөлеміз. Бірді 24-ке бөлеміз. Енді екіншісі, яғни бірді 24-ке бөлсем, 1 минутта орындайтын толтыратын сыйымдылық келіп шығады. Бірді 40-қа бөлсем, екіншісін келіп шығады. Яғни екіншісі 40 минут дейді ғой. Демек екеуін қосам. 1 бөлінген 40. Екеуін қостым. Түсінікті ғой, осы жерде. Яғни екеуі қосылады. 24-тен 1, 40-тан 1 қосылады.
Endi ortak bölüm ekebinde de 120 bolat. 24 ben 40'ka. Mına 120 bolуу üçin 5'e köbeyet. Mına 120 bolуу üçin 3'e köbeyet. Demek mına 120 boldu. Mına 5 ben 3 qoşuladi. 5'ti 1'e köbeyttim, 3'ti 1'e köbeyttim. 5 qoşulgan 3 boldu. 120'dan 8 boldu. Endi qısqaradi. Ekebide 8'ge qısqarama. 4'ge qısqartıp berek. 4'ge qısqartsak mına 30 bolat. Mına 4'ge qısqartsak 2 çıgat. Сол кезде мына тағы қысқарады 15-тен 1 болады. 15-тен 1 деген шықты. Көрдіңдер ғой, е? Қысқарып жүріп, яғни бұны қысқартуымыз шарт. Соңына дейін қысқартамыз, қысқармай қалғанға дейін мүмкіншілігі барынша. Енді ең соңында басында мына 1-ге барлығын 1-ге бөліп едік қой. Мына 1 деген бар еді ғой. Цистернаның символы. Сол 1-ден енді құтылатын кез келді. Енді соңында біз 1 бөлінген 15'ten 1 deymiz. Жаңағы 1'den құтыламыз. Мына жауапты 1-ге бөліп тастап, 1'de мына жауапқа бөлеміз деген сөз. 1 көбейту бұл жерде орын алып 15. Сонымен шығады жауабы 15. Яғни 15 минутта толтырады екен. Екеуі біріксе, яғни біріншісі 24 минутта толтырады жалғыз сөз, екіншісі 40 минутта толтырады жалғыз сөз. Екеуі бірігетін болса, 15 минутта толтырып тастайды екен. Түсінікті, иә? Ал енді тағы бір есеп қарастырайық. Номер екінші есеп. Екінші есепте былай дейді. Шартын оқимын. Сал өзен жағасындағы, сал деген сана өзі қайықтың бір түрі деп қарастырамыз. Яғни көрсеңдер былай ағаштарды біріктіріп байлап қояды ғой. Байлап суға тастап жібереді. Оның тек қана су қай жаққа қарап ағып әкетеді болса, сол жаққа кете береді ол. Мынау сияқты байланып тұрған ағаш. Осының үстіне шығып алады да, адам тұрады оның үстінде. Яғни бұны суға тастап жібереді. Мынау су дейтін болса, осы судың ішінде бұл қай жаққа су әкететін болса, судың жылдамдығымен жүзеді. Бұның өзінің жылдамдығы жоқ. Яғни моторлы қайық сияқты болмайды бұл жерде. Түсінікті ғой, сол сал деп айтылады. Сал өзен жағасындағы А және Б айлағына дейінгі ара қашықтықты 20 сағат жүзеді. 20 сағат жүзеді екен. Бұлай бір өзен жағасында, мынау өзен деп қарастырсақ, А деген точкадан Б деген қалаға дейін, яғни екі қаланың арасы 20 сағат жүзеді екен. 20 сағат жүзеді екен сал. Қайық көлде осындай қашықтықты 5 сағатта жүзеді дейді. Қайық көлде, мынау өзен осы жерде бір айырмашылықтарын дұрыс қабылдауымыз керек. Өзен болса, оның жылдамдығы бар, яғни мына жаққа қарап судың жылдамдығы осы салды, қайықты өзі жетектеп алып кетеді. Ал енді дәл осындай арақашықтықты, жаңа Адан Б-ға дейін болған арақашықтық бар ғой мына жерге дейін. Ол 10 километр болуы мүмкін, 20 километр болуы мүмкін, білмейміз. Яғни осы жерге дейінгі қашықтық 1 деп қарастырамыз бұл жерде де. Жаңа цистерна сияқты ғой бұл да. Дәл солай қашықтықты қайық, моторлы қайық. Енді бұл моторлы қайықтың өзінің жылдамдығы бар, бірақ көлде дейді. Көл дегеніміз ол жерде көлдің жылдамдығы жоқ. Көл ешқандай су ақпайды. Ол жерде су тыныш қана өз ретімен тұрады ол. Тек қана оның үстінде әрекеттенген нәрсе ғана жүзе алады. Әрекеттенбесе ол тұра береді орнында. Ал өзенде олай емес. Оны түсініп тұрсыңдар. Яғни дәл солай арақашықтықты, Адан Б-ға дейін болған арақашықтықты мына жерде кім қайық, моторлы қайық дәл осындай арақашықтықты моторлы қайық 5 сағатта жүзіп өтеді. 5 сағатта. Түсініп тұрсыңдар ма? Егер қайық өзенде ағыспен, яғни ағыспен жүзсе, өзенде ағыспен жүзетін болса қайық, осы арақашықтықты неше сағатта өтеді дейді. Яғни Адан Б-ға дейін арақашықтықты жүзіп өтеді. Қанша уақытта? Сал 20 сағатта жүзеді осы мына өзенде, яғни өзеннің жылдамдығымен. Ал жылдамдығы жоқ мына көлде дәл осылай арақашықтықты, Адан Б-ға дейінгі арақашықтықты көлде, бірақ тыныш жерде
Kayık 5 saat yüzеді екен. Енді осы кайык өзенде жаңа ара кашыктыкты өзендин жылдамдыгы менен бирге канча убакытта жүзөт дейт. Ол үчүн не істейміз? Жаңағы есеп жаңа жолмен шығады. Бірінші өзендегі 1 бөлінген 20 деп аламыз. Мына 20 сағатты, яғни мына ара қашықтықты 1 деп алдық. Өзенде жүзген сал 1 сағатта осы қашықтықтың осындай бөлігін жүріп өтеді. Кейінгісі көлді дәл осындай ара қашықтық, яғни 1 деп алғанымыз ара қашықтық болып, 1 сағатта осындай 5-тен 1 деген бөлігін жүзіп өтеді. Енді екеуін қосамыз. Екеуіне ортақ бөлім 20 болады. Мынаған 1-ден тиеді, мынаған 4-тен тиеді. 1 қосылған 4, мына жақта 20 болды. 20-дан 5 болды. 5 пен 20 қысқарады, екеуі де 5-ке бөлінеді. Мына 4 болды, мына 1 болады. Жаңағы сияқты бұл жерде де қысқартып 1-ге бөліп тастаймыз бұны. Шыққан жауап 1-ді бөледі. Яғни 1 бөлінген 4-тен 1 деп аламыз. 1 бөлінген 4-тен 1. Тең 1 көбейген 4 тең 4. Яғни қайық осы жерде 4 сағатта жүзіп өтеді екен. Түсінікті ғой, Ал енді сол сияқты 695-ші есеп, яғни кітаптарында 12-ші бетте сол есепті қарастырамыз. Біріншісін мен көрсетіп берем, түсіндіріп, кейінгілен сендер өздерің орындайсыңдар. Бүгінгі тақырыбымыз негізі осындай. Осы жолдармен есептелінеді. Бұл жерде артықша бір қатты қиын нәрселер жоқ. 695-ші есеп. Біріншісі жүйектегі бүлдіргенді еңлік 20 минутта. Жүйек деген санат. Білесіңдер ғой, қарт деп айтады бір жерлерде. Арықтың бір жағасындағы бүлдіргенді. Еңлік 20 минутта. 20 минутта теріп тастайды екен. Айгерім болса, дәл осындай бүлдіргенді, бір жүйек бүлдіргенді айгерім жалғыз өзі 30 минутта. 30 минутта тереді екен. Яғни бірі 20 минутта жалғыз өзі терсе, екіншісі жалғыз өзі теретін болса, 30 минутта тереді екен. Ал енді бізге сұрақ, жүйектегі бүлдіргенді еңлік пен айгерім бірлесіп терді дейді. Қыздар жүйектегі бүлдіргенді неше минутта теріп болды дейді. Яғни жүйектегі бүлдіргенді біз 1 бүтін деп аламыз. Олардың 1 минутта теретінін, яғни еңлік 1 минутта 20-дан 1 бөлігін тереді екен. Ал айгерім 30-дан 1. Яғни есептің шарты бойынша екеуі біріксе қосамыз. Ортада мына қосу болып тұр ғой. Жаңа екі есепте де қосу болды. Екеуі бірігіп орындады десе қосамыз. Екеуі бірігіп орындады десе. Екеуі бірігіп орындағанда мынадай болады. Енді оларға біреу жеке өз орындады десе, онда азайтамыз ол кезде. Бөлініп орындаса деген нәрселерінде азайтамыз. Онда есептерді көреміз қазір. Мына жерде бірігіп деген үшін қосып жатырмыз. Ортақ бөлім. Яғни екеуіне де 60. Мынау 2 көбейеді, мынау 3 көбейеді. 3 қосылған 2 болады. Сонымен жауабы 60-тан 5 шығады. Ол екеуі қысқарады. Қысқартсақ 12-ден 1 болады. Енді 1-ге бөліп тастаймыз. 1 бөлінген 1-ді бөлеміз 12-ден 1-ге. Сонда 1 көбейген 12-ден 1 болады. Сонда жауабы 12. Қанша минутта шығарады екен? 12 минутта. Бұл жерде тест сияқтасында жауап берген Д жауабы. Кейінгі екінші шартында, дәл осы есептің екінші шартында киіз үйдің құрылысын бірінші ұста 20 күнде. Яғни бірінші ұста 20 күнде. Ал екінші ұста 12 күнде. Үшінші ұста 15 күнде орындайды екен. Енді осы үшеуі бірігіп жасаса, құрылысын 3 ұста бірігіп жасаса, қанша уақытта бітіреді дейді. Яғни біліп тұрсыңдар, бұл жерде бірігуін айтып тұр. Бірігу болса, бұл үшеуі жаңағы сияқты киіз үйді 1 бүтін деп аласыңдар. 1 бөлінген 20, 1 бөлінген 12, 1 бөлінген 15 деген барлығы қосылады. Бірігу болса қосылады, яғни қосу болады. Яғни орындап осының жауабын шығартасыңдар. Ол жеке өзден жеке жұмыс болады. Одан кейін есепті қарастырамыз. Ол есептің шарты
Жабай 696 esep. Номер 696 esep. Жабай үйрек оңтүстік теңізден солтүстік теңізге дейін 7 күн ұшады. Оңтүстік теңізден солтүстік теңізге дейін 7 күн ұшады екен. Жабай үйрек. Жабай қаз солтүстік теңізден оңтүстік теңізге дейін 9 күн ұшады. 9 күн ұшады екен. Жабай үйрек пен жабай қаз бір уақытта ұшса, екеуі бір уақытта шықса, екеуі бір-біріне қарама-қарсы шығып жатыр. Түсініп тұрсыңдар ғой есепті. Bir vaqtda chiqsa, ular necha kundan keyin кездеседі. Ya'ni жабай үйрек оңтүстіктен. Мына оңтүстік деген мына жақта. Солтүстік дегеніміз мына жер. Міне солтүстік. Көріп тұрсыңдар ма? Оңтүстік. Солтүстік. Оңтүстік жақтан жабай үйрек шығады екен. Жабай үйрек мына жақтан мына жаққа қарай шықты. Бұл 7 күнде солтүстікке жетіп барады екен. Көріп тұрсыңдар ғой? Ұшып барады, 7 күнде жетіп барады екен. Ал енді бұл оңтүстіктен солтүстікке міне стрелкамен көрсетіп қойдым. Ал енді екінші жақтан, яғни солтүстіктен жабай қаз шығыпты. Қаз шығыпты. Жабай қаз. Ол оңтүстікке қарай шығыпты. Көріп тұрсыңдар ғой? Оңтүстікке қарай шықты дейді. Бұл, яғни солтүстіктен оңтүстікке қарай 9 күн ұшады екен. 9 күн ұшады екен. 9 күнде жетіп барады оңтүстікке. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы бір уақытта шыққан. Екеуі де мысалы түске 12-де шыққан болса, екеуі де бірдей уақытта 12-де қозғалғанда. Сол кезде енді бұл екеуі мәлім бір уақыттан кейін мына жолды, яғни жол дегеніміз бұл жерде бір бүтін болып тұр. Екеуіне де бірдей сан болып тұр ғой. Жаңа бізге беймәлім болып тұрған жол бір бүтін деп қарасыңдар. Яғни бір барлығы бір. Екеуі де бірдей жолды, біреу 9 сағатты, біреу 7 сағатты жүріп өтеді екен. Енді екеуінің кездесетін точкасы, яғни сағат қаншада, қанша сағаттан кейін бұл екеуі кездеседі. Соны табуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Екеуі жолды бір-біріне қарама-қарсы жүргендіктен, ол жолды орталықта жүріп жатыр деген сөз. Яғни толық бір бүтін жолды екеуі орталықта жүріп жатыр. Ол екеуі екі бағытқа кетіп баратқан жоқ, екеуі бір-біріне қарама-қарсы жүріп жатыр. Яғни екеуіне ортақ болған жолды қазір 1 сағат жол жүрсе, мысалы, жабай үйрек мына жерге жетеді. Жолды қысқартып жатыр бұлар, білдіңдер ғой, иә? Тағы сондай жүрсе былай уақыт, яғни жүрген сайын олар бір-біріне жақындап жатыр. Сондықтан бұлар орталықта бірігіп жұмыс істеуге сай жаңа қостық қой, екеуі бірігіп жұмыс істеді дегендей. Дәл солай бұлардікінде қосамыз. Яғни жолды бөлсек 7-ге бір күнде ұшатын жолы 7-ден 1 бөлік екен. Жабай үйректікі. Екіншісі қаздікі 9-дан 1 екен. Екеуін қосамыз. Ортақ бөлім, яғни 9 7-ге көбейтеді. Мына жерге 9 келеді, мына жерге 7 келеді. 7-ні 9-ға көбейтсек 63. Ал енді мына екеуінің қосындысы, 7 мен 9-дың қосындысы 16-ны береді. 16. Осы жерден қысқаратын бар ма? Жоқ екен. Қысқаратын болмаса, демек 1-ді бөлеміз. 1 бөлінген 63-тен 16 тең 1 көбейген 16-дан 63. Енді бұл жерден бүтін сан шықпайды, яғни аралас сан түрінде шығады. 16. 4-еу бар ма бұл жерде? 4-ке жетпейді. 3 екен. 63 азайған 48 болса 15. 3 бүтін 16-дан 15. Яғни осындай күн деген сөз ғой. 3 бүтін 16-дан 15 күнде жетіп келер екен. Екеуі кездеседі екен. Екеуін кездесетін уақыты осындай. Ал енді одан кейінгісі сендерге тағы бір тапсырма берем. Ол тапсырманы өздерің орындайсыңдар. Яғни ертегі есептеп беріп тұр. 697 есеп. Бұл есепте былай дейді. Бір қойды арыстан, яғни қой туралы сөйлесіп тұрмыз. Бір дана қойды арыстан 2 күн жейді екен. Қасқыр 3 күн жейді екен. Ал ит, яғни 6 күн жейді екен. 6 күнде жеп бітіреді. Бір қой туралы сөйлесіп тұрмыз. Егер бір қойды арыстан, қасқыр және ит бірлесіп жесе, бірлесіп деген сөз жаңа тағы айтылды.
birleşip dese koşamız. Yani 2'den 1 Arslandaki 2'den 1 günde jeytin üles. Kaskaldyky 3'den 1 günde jeytin üles. İttike 6'dan 1. Yani oslarning barlygyny bir-birine goşup çygasyňda sodan keyin çykkan jogapdy 1 bölü dep çykkan jogapga bölesiňler. 1-de çykkan jogapga bölesiňler. Sol кезде çygat. Osuny orundap jogabyny geri baýlanyş retinde kommentariýa retinde galdyryňlar kommentariýaga.